Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар, отыра беріңіздер. Саламатсыздар. Ақия, қалай саламатсыздар? Отырып жақсы. Біреуің тұрып, біреуің отырып немене ол бәрін білетін. Сыныпта кезекші ме екен? Сыныпта кезекші кім екен? Мына алдын ашып тұр. Бүгін бізде Мансұр ғана жоқ. Ол себепті. Өтілген тақырып үйге берген тапсырма айта кетіңіздер. Жаңа тексердім мен сабақ басталғанда мүмкін жаңа тақырыпқа келдік өте бер. Аха, жақсы. Қай тақырыпқа келдіңіздер, Ақи? 24-ші параграфқа келді. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Аха, жақсы. Так, сабағымыз бастамастан бұрын кішкене ойымыз жинақтап алайық. Әдеттегідей мат сауаттың есептерін шығарып көрейік. Дұрыс, жақсы. Айтып қойсайшы қой деген. Не ол? Бәрін ашып тастап болып кейін қайтып жабылады ол. Отыршы. Қазір кетесің деп терезені ашық шашып. Отыр. Ашып тұр ма алдында? Соны айтсың? Ананы ашамын. Ашып тұр ғой терезені. Қазір жатпайсыңдар да кетесіңдер, сонымен желменен үшін бәрі бітіп болады. Ал тақтаға мән берейік. Бізде мынандай сан берілген бірінші амалда. Ол Жауқазын сөз сәйкес келеді екен. Екінші амалда 923.129 деген сан берілген. Ол қай сөзге сәйкес келеді? Жауқазын сөзі Ж қандай санда тұр, А қандай сан, соны айтып тұр. 22 миллион 310 Қайсы? Меніміз дауыс мен шыққан жоқ, мына аяқтан шықты. Сосын болады, жоқ болады. Қайсы шығармам болмаса. Ол, соттан шықты. Білгендерін істейсіңдер, я сабаққа келіп алып ше. Мен айтып отырмын. Ашып жазды. Түсінбесең де сұрасаңдаршы, қыздар не істеу керек деп. Алға не істеу керек? Екінші амалдағы сөзді табу керек. Түсінбей жатыр. Без – это біз. Сен түсіндің бе Ерна? Не істеу керек? Мысалы, қарайық, Жауқазын деген сөз бізде қанша әріптен тұрады? 8 әріптен тұрады. Мына жерде бізде 8 сан бар. Айт. Аха. Науқан деген сөз шығады. Жақсы, енді қалдап көрсете кетейік. Бізде 5 деген санымыз Ж болады. 2 деген санымыз А болады. Мына У болады. Мынау Қ, А, С, мына. Осылай қысталайық. Міне қарайық. Сонда 9-ның орнына біз нені қоямыз? Н-ны қоямыз. 2-нің орнына А-ны қоямыз. 3-тің орнына У-ды қоямыз. 1-дің орнына Қ-ны қоямыз. 2-нің орнына А-ны қоямыз. 9-ның орнына Н-ны қоямыз. Сонда бізде науқан деген сөз шығады екен. Мына есеп түсінікті болды ма сіздерге? Аха, жақсы. Олай болса мен сіздерге екінші есепті көрсетейін, сонымен сабағымызды бастаймыз. Бұл бірінші есеп. Екінші есеп. Бізде азу деген сөз берілген. Және де бүк деген сөз берілген.
және де жер деген сөз берілген. Так, жер деген сөзіміз 134-ке тең, бүк дегеніміз 268-ге тең, азу дегеніміз 759-ға тең. Бізге тап дейді, жау жүрек сөзіндегі цифрларды табу керек. Давайте жау жүрек сөзіне қандай цифра келеді екен? Так, жау жүрек бізде так 8 әріптен тұрады, демек 8 сан болу керек. Жүз он жеті мың 636 ма? 101 7 9 емес па? 117 мың 636 ма ағай? Жоқ, 179 179 164 38. Иә? Так, көрейік. Мынау 7 дегеніміз А болып тұр, 5 дегеніміз Z болып тұр, яғни Z болып тұр, 9 дегеніміз U болып тұр, дұрыс па? B дегеніміз 2 болып тұр, Ö дегеніміз 6 болып тұр, K дегеніміз 8 болып тұр. 1 дегеніміз Ж, E дегеніміз 3 болып тұр, R дегеніміз 4 болып тұр. Так. Сонда Ж әрпі бізде 1, А әрпі бізде 7, У әрпі бізде 9, Ж әрпі бізде 1, Ö әрпі бізде 6, Р әрпі бізде 4. Так, Е әрпі 6, 3 сосын 8. так, Е әрпі 6 болып тұр. Так, сосын К әрпі 8. Сіздердің жауаптарыңызбен салыстырайық. 1, 7, 9 дұрыс, 1 дұрыс, 6 дұрыс, 4 пен 9-ның орнына ауысқан. Демек, мына жауап қате болып саналады, иә? Ал дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сабағымызды бастаймыз. Мен 9 дедім. Мен 4 дедім ағай. 4 дедіңіз ба? 9 шығартқан жоқ ғой? Иә, 9 шығартқан жоқ. Аха, жақсы. 68. Жазып аламыз болды. Жау жүрек болса ағай 6 3 38 ғой ағай. Ағай 38 емес па? Бізде 6 3 болып тұр ғой. Жау жүрек, мына жерде 3 екен, 3. Жақсы, дұрыс. Ал, әдемілеп жазып алыңыздар. Сосын сабағымызды бастаймыз. Болдық па, Тастан? Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары бүгінгі тақырып. Тақтан болсақ, мен өшіре салайын. Жақсы, олай болса тазалайын. Жазып жаңағы
да атып атып алып тасташам ал. Болмаған мына жерде. Енді кездейсоқ шамалардың санды сипаттамаларын мен былайынан жаза кетейін. Мысалы, ә, бізде мынандай мәндер беріле қойсын. Екіге тең, үшке тең, төртке тең, беске тең, алтыға тең, жетіге тең. Мен қай жерден қателестім? Так, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде бесінші мүше болады екен. Кетер, мақұл. Ары қарай. Бізде осыған байланысты ықтималдық беріледі. 1 бөлінген 36, 1 бөлінген 18, 1 бөлінген 12, Al. Қазір бар мына шоколад. 1 бөлінген 9, İşte baksın. 5 бөлінген 36, Işte şeye sasarsın bana. 91, Sasar. 36. Так, енді жақсы қарайық. Бізде x-тің мәндері ықтималдық мәндері берілген. Осыларға қарап кесте құрайық. X пен ықтималдыққа байланысты онда кесте сызып шықсын. 7 мән екен. Бірінші мән кетті, екінші мән 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай толтыра саламыз ба? 8, 9, 10, 11. Онда мына мәндерін жазайық. 8-ші мән 9-ға тең, 9-ші мән 10-ға тең, 10-ші мән 11-ге тең, 11-ші мәні 12-ге тең деп алайық. Так, ықтималдықтар 8, 9-дан 1, 9-ымыз 1 бөлінген 12. Так, мына жерге жаза берейін. 10, 1 бөлінген 18, 11, 1 бөлінген 36. Енді қарайық, мына жерде x, y деп қоямыз, яғни x-тің мәндері жазылады. Мына жерде p, y деп қойық, болмаса g деп қойық. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 36-дан 1, 18-ден 1, 12-ден 1, 9-дан 1, 36-дан 5, 6-дан 1, 36-дан 5, 9-дан 1, 12-ден 1, 18-ден 1 и 36-дан 1. Енді қарап тұрсаңыздар, біз мына берілген мәндерді кестеге орналастырдық. Енді осы жерде біздегі бірінші ұғым бар, яғни математикалық күтім деген сөз бар екен. Математикалық күтім. Немесе матсауат есептерінде келеді, математикалық үміт деп те келеді, кейде күтім деп те келеді. Мағынасы бір екен. Көбіне бұл есеп
Бізде мат сауат есептерінде келеді. Сондықтан бұл тақырыпты жақсылап түсініп алыңыздар. Енді мат күтімді, қысқаша мат күтім деп айтамыз. Mx деп белгілейміз. Оны табу үшін мынау x-тің бірінші, екінші, үшінші, төртінші, сол сияқты бізде мынау ықтималдықтың бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген сияқты, сол сияқты. Енді осыларды көбейтіп бір-біріне қосып шығады екенбіз. Сонда x1-ге көбейтеміз p1-ді, қосамыз, x2-ге көбейтеміз p2-ні. Сол сияқты xn-ді көбейтеді екенбіз pn-ға. Түсінікті ме? Енді сонда мына кесте бойынша мат күтімді табатын болсақ, 2 көбейтілген x1 дегеніміз 2 ғой. p1-іміз 36-тан 1-ге тең. Қосылған x2-міз 3-ге тең, көбейтілген p2 18-ден 1. Сол сияқты мен арқа жазып кете берейін. 4 көбейтілген 12-ден 1. Қосылған 5 көбейтілген 9-дан 1. Қосылған 6 көбейтілген 36-тан 5. Қосылған 7 көбейтілген 6-тан 1. Қосылған 8 көбейтілген 36-тан 5. Қосылған 9 көбейтілген 9-тан 1. Қосылған 10 көбейтілген 12-ден 1. Қосылған 11 көбейтілген 18-ден 1. Қосылған 12 көбейтілген 36-тан 1. Ал енді қысқаратындарын қысқартып жіберейік. 2 қысқарады 18 қалады. 2 қысқарады 6 қалады. 2 қысқарады 3 қалады. Мынау алымына көбейтіледі, қысқарады 6 қалады. Алымына көбейтіледі, қысқарады. 4-ке қысқарады 2, 5-де 9. 2 қысқарады. 2-ге қысқарады 5, 4-де 6. 11 алымына көбейтіледі. 12-36 қысқарады, 3 қалады. Ал енді қалғандарын жазып шығайық. Сонда 18-ден 1 болады. Қосылған 6-дан 1. Қосылған 3-ден 1. Қосылған 9-дан 5. Қосылған 6-дан 5. Қосылған 6-дан 7. Қосылған 9-дан 10. Қосылған 1. Қосылған 6-дан 5. Сіздер қарап отырыңыздар, мұқият мен шатасып кетпейін. 18-ден 11. Қосылған 3-ден 1. Енді мына жерде ортақ бөлім қарасақ, бізде 18 болып тұр екен. Келісесіздер ғой. 18 болып тұр екен. Мынаған 6-дан береміз, мынаған 1-ден береміз, мынаған 1-ден, мынаған 3-ден, мынаған 6-дан, мынаған 2-ден, мынаған 3-ден, мынаған 3-ден, мынаған 2-ден, мынаған 18, мынаған 3. Тынышталайық. Сонда бөлім 18, көбейтетін болсақ 1 қосылған 3, қосылған 6, қосылған 10, қосылған 15, қосылған 21, қосылған 20, қосылған 18, қосылған 15, қосылған 11, қосылған 6. Ал мынаны қосайықшы, қанша болады? Бөлшектің алымын қосыңыздаршы. Қанша болды қосқанда? Қанша болды мына қосқанда? 10, 20, 35, 56, 76. Қалай болды? 35, 56, 76, 94, 109, 120, 126 oldu mu? Қанша oldu оқушылар? 25. Менде 126 шықты. Жеті болады екен. 4, 10, 20, 15 па, 22 па?
35, 56, 76, 87, Aki 126 шығады екен. 94, 109, ана 11 ма? 115, Aki 126 шығады. 126. 126 шықты. Енді сонда қарап тұрсақ, мынау кестемізді мен берілген бүйтіп өшіре салайын, дейді ашытпай. Яғни берілген кестеміздің математикалық күтімі 7-ге тең екен. Енді осыны жазып алыңыздар, кестені мынау формуласын астына шығару жолымен. Қазір сосын сіздерге дисперсия табуды көрсететін боламын. Aki жазбайды. Sen ya gözün görmüyor lan ya. Aldın oturmuyorsun da. Алда көрміз ғой. Сонда біз оны қайсыны таптық? Sen de matematikалық күтім деп Жоқ, P2-ні 18-де бірге күтім. Кестеде бар ма? қайсысы? Негізі былайша, P1 тең 2 дейді. Ой, X1 тең 2 дейді. P1 тең 36-да бір күтім. Кестедегі солай тапты ғой. Кестеде жазбайды. Тақтан жазып алайық. Жазбағандар жазып аламыз. Ернат, жазып ал басында деп отыра бермей. Ручкаң бар ма? Жаз. Сен не маған жазап деп отырған? Наны жаз деп саған, ол керек емес. Кесте көріп тұр, астындағы сандардан дұрыс көріп тұр. Кестені жаздың ба? Жаздым. Болды қой, өшіре берейін ба? Бір минут, бір минут. Окей. Ben sunmuş karşısında oturuyorum. Қақтан білейін мен. Ағай, сізге тұрып алсайшы. Так, жазып болдық па? Енді бізде дисперсия деген ұғым бар. Дисперсия дегеніміз D at X деп айтылады. Яғни оның формуласы бізде мынау E әрпі сияқты, яғни сумма деген әріп. Яғни i 1-ге тең болғаннан n-ге дейінгі мәндерді x-тің i-ін квадраттап, оған көбейтеміз p-ның i-ін, яғни мына мәндерді ғой, осы мәндерді көбейтіп, одан алып тастаймыз, яғни математикалық күтімнің квадраты. Бұл яғни дисперсия. Так, мына жерге жаза кетейін. Дисперсия. Дисперсия деген. Ал енді дисперсияны анықтауды бастайық. Так, x i-ді квадратта дейді, яғни мына бірінші мәндерін бастаймыз. X-тің бірінші мәні бізде 2, оны квадраттаймыз, көбейтеміз, яғни неге? Бірінші ықтималдыққа, яғни p1-ге. Қосамыз, 3-тің квадраты көбейтілген 18-ден 1, қосылған 4-тің квадраты көбейтілген 12-ден 1, қосылған 5-тің квадраты көбейтілген 9-дан 1. Ары қарай кеттік. 6-тың квадраты 36-дан 5, 7-нің квадраты 6-дан 1, қосылған 8-дің квадраты 36-дан 5, қосылған 9-дің квадраты 9-дан 1,
қосылған 10-ның квадраты. Так, көбейтілген 12-ден 1. Қосылған 11-дің квадраты. Көбейтілген 18-ден 1. Қосылған 12-ның квадраты 36-дан 1 болады екен. Так, қысқартуды бірден орындай берейік. Мына жерде мына 4 болады, ол мынамен қысқарғанда 9 болады. Мынау 9 болады, мынамен қысқарғанда 2 болады. Так, мынау 4-тің біреусі кетеді. Так, мына жерде 3 қалады. Мынау алымына көбейтіледі. Мынау 36 кетеді. Так, алымына көбейтіледі. Бізде мынау 64 қоя, 64 пен 36 қанша қысқарады? 4-ке қысқара ма? Так. 16 болады. Мына 9 болады. Мына біреусі мынамен кетеді. Так, мына 2-ке қысқарғанда, 4-ке қысқарғанда бізде мынаның орнында 25 қалады. 25. Мынаның орнында 3 қалады. Неге қысқармайды? Так, 12 мынаусымен кетеді, 3 қалады. Онда бізде жауабында не болады деп тұр? 9-дан 1, қосылған 2-ден 1, қосылған 3-ден 4, қосылған 9-дан 25, қосылған 6-дан 1, мына жерде 6 қалған. Жоқ, 1 қосылған 6-дан 49, қосылған. Так, 9-дан 16-ны 5-ке көбейтіп жібереміз. 16-ны 5-ке көбейтсек 80 болады, иә? 80. Так, қайсыны келдік? Мынаған келдік қой. Келесі. 9 қалды. 3-тен 25. Так, 18-ден 121. Қосылған 3-тен. Так, бізде мына жерде мына екеуі қысқарған деп тұр екен. Так, мына екеуі қысқарғанда 1, мына жерде 4 болады екен. Так, 4. Барлығын ортақ бөлімі бізде қаншаны беріп тұр? Яғни 18-ді беріп тұр ғой, иә? Мынаған 18. Мен шекелеріне тоқтауыш көбейткішін басқа түспен жазып шығайын. 18, мынаған 1, мынаған 6, мынаған 2, мынаған 2, мынаған 3, 18, 2, 6, 9, мынаған 2 береміз. Так, сонда қосатынымызға көбейтіп қосатынымызға 2, 9, 24, 50, 18, 49-да, так, 18 дұрыстап жазып қойын. 18, 49 3-ке көбейтсек қанша болады? 120, 27, 147, 147, 160, 18. Енді жеге семей алайын деп тұр ма? Так, бәқі жаза берейік. 18, 6-ны 25-ке көбейтсек 120, 30, 150. Қосылған 121, қосылған 18-ді 4-ке көбейтсек 40, 32, 72 болады екен. Ал енді мына сандарды қосып шығыңыздар. Ағай 624 шығады. 624 па барлығын қосқанда? Енді бізде мына жерде бір жағдай бар. Аз айтылған мынау бар еді. Мен оны мына жерге әдейі жазбай кеттім енді. Болмаса жазып қой десеңіздер, мына жерге жазып қоя салайын. Аз айтылған бізде 7-нің квадраты бар еді.